Баршаңызға сәлем. Өте оңай әрі тез дайындалатын ерекше тағам дайындаймыз. Балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Ең алдымен гарнирге пюре дайындап аламыз. Ол үшін картобымызды тазалап, жуып, оны сақтап, турап, кастрюлемізге салып, суын құйып пісіріп аламыз. Мінекей картобымыз да пісті. Дәміне қарай тұз және 30-50 граммдай сары май қосыңыздар. Сонда пюрелеріңіз өте нәзік болып шығады. Ең алдымен сосискаларымызды көрсетілгендей етіп кесіп алып, қызып тұрған табада қызарғанша қуырып аламыз. Шұжық алған кезде халал түрін алғандарыңыз жөн. Енді екінші түрі, шұжықтарымызды осылай бөліктерге бөліп кесіп аламыз да, пиязымызды және тәтті бұрышымызды турап дайындап аламыз. Ең алдымен барлық өнімдерді жеке-жеке қуырып аламыз. Яғни пиязымызды бөлек, шұжығымызды бөлек, және бұрышымызды бөлек қуырып аламыз. Жеткілікті май құйғандарыңыз дұрыс, асты жабыспас үшін араластырып тұрыңыздар. Мінекей қызарғанша қуырып аламыз. Сіздер де дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді бұрышымызды салып қуырып аламыз. Әбден қызарып қуырылғаннан соң барлығын біріктіріп араластырасыздар. Мінекей біздің де өте оңай дайындалатын асымыз да дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Бұл балаларға арналған, келесі түрі үлкендерге арналған ас болсын.